балиғат жасына толғаннан кейін намаз оқу міндетті ғой әр адамға, әрбір мұсылманға. Соны намазын қазасын оқылмағанның қазасын оқи ма, оқымай ма деген мәселе. Бұл мәселеде ислам жайылған, ислам жеткен жердің барлығындағы адамдар оқиды. Қазасын оқиды, оқымаған болса кезінде. Ал ислам дамымаған, жайылмаған жер болатын болса, ол жердікі таласты. Өйткені қай жерден білді, парыз екенін түсінді, содан арға жалғастырып кетеді. Мысалға, бізде кеше ғана совет үкіметі еді, сол уақытта оқылмай қаншама уақыт жүрді, кейін барып дінді үйренді, бір адам 60 жасына келген кезде, 65-ке келген кезде үйренді. Не істейді ол? Иман келтіреді, сол жерден дұрысын ұстанады, намазын оқып кете береді, болды. Керге қайтпайды. Ал намаз оқып жүрген отбасында иман келтіреді. Немесе Меккеде туылған адам 20 жасқа келді, бір намаз оқымайды. Десе қазасын бәрін оқиды. Ол күніге азан естіп жатыр ғой. Азан естіп жатыр, елдің бәрі намаз оқылып жатыр. Көріп отыр, мұсылманға парыз екенін көзі жетіп тұр. Ол адам оқиды қазасын. Сондай мен есептеймін. Дін жеткен жердегі адамдар оқиды. Және қалай есептейміз деген кезде адам намаз мағанда парыз екен ғой деп нақты көз жетіп намазды үйрене бастады, болды. Көз жеткеннен бастап ол намазын оқу керек. Одан бұрынғысына қаралды.